Сәлем қыздар, бүгінгі мастер-классымызда осы свитерді тоқып үйренетін боламыз. Бұл сабақта үйренетіндеріңіз мына росток тоқимыз, регланды тоқимыз, және узорды қалай тоқу керегін көрсетем. Және де мына манжетті осылай эластично болып тұратынын үйренеміз. Ал бастаймыз. Бұл свитер 5 жасар балаға арналып тоқылған. Мына жіптен мына Lana Gata Supersoft деген 6 штук кетті. Жіптің номерін описанияға қалдырып кетем. 100% меринос жібі. Және спицы, міне спицымыздың 80 сантиметрлік лескада номері 4-ші спицы. Және де кішкентай спицымыз тоже номері 4, бірақ лескасы 40 сантиметр. Бұл мойнын және желкесін тоқығанған. Және де маркерлар бір түстен 8, екінші түстен 4 қажет болады. Сантиметрлік лента қажет болады, және де қайшы. 40 сантиметрлік спицымызға 87 жіп теріп аламыз. жібіміз теріп алдық. Мына спицымыздағы жіпті енді түзулеп аламыз, айналып кетпес үшін. Енді мына видеодағы көрсеткендей соңғы жіпті мына сол жақтағы спицыға аударамыз да, мына соңғы жіппен былай аттаймыз. Кішкене ыңғайсыздау болады, бірақ осыны былай аттаймыз. Сонда тоқылған жерін ступенька болып бөлініп тұрмайды. Енді бұны қайтадан сол спицыға аударамыз, сол жаққа. Енді ары қарай бір оң, бір теріс қылып түзеп аламыз. Бір оң, бір теріс қылып резинка тоқимыз. Сөгіліп кетпес үшін бұл жіптің ұшын кесіп тастамаймыз. Осы жіппен келесі қатарға ауысып отырғанымызды білеміз, санаймыз. Енді осы резинкадан бір оң, бір теріс қылып 8 қатар тоқып алуымыз керек. 8 қатар резинкасын тоқып алдық. Енді мына маркерді іліп қоямыз да, мына видеодағы көрсеткендей теріс тоқимыз да, былай накид жасаймыз. Теріс тоқимыз, накид жасаймыз. Солай барлығын өстіп айландырып, осы қатар тоқып шығуымыз керек. Накидті былай жасаймыз. Және теріс тоқимыз. Осылай бірінші қатарды тоқып шығамыз. Бірінші қатар тоқып алдық, маркерімізді былай аударамыз. Міне бірінші жіпті тоқымай жай түсіріп аламыз. Жіп артында болу керек. Накидті теріс тоқимыз. Міне мына алдында теріс тоққан жібіміздің тоқымай жай спицыға іліп аламыз да, накидті теріс тоқып отырамыз. Тура осылай, осы қатардың барлығын өстіп тоқып шығамыз. Келесі қатарға ауыстық. Бірінші жіпті оң қылып тоқимыз, және тоқымаға кеткен жібімізді. Ал екінші жіпті жай өткіземіз. Мына жіпті алдында болу керек. Тоқып отырған жібіміз алдында қалу керек. Оң қылып тоқимыз. Жай іліп аламыз екінші жіпті. Солай барлығын солай жалғастырамыз осы қатарда. Біреуін оң қылып тоқимыз, екіншісін жай қалдырып кетеміз. Тоқымай. Бұл қатарда оңды тоқымаймыз, тек терісті ғана тоқып отырамыз. Оңды тоқымаймыз, терісті тоқимыз. Солай осы қатардың барлығын тоқып шығамыз.
Алдын қатар тоқып алдық. Енді маркерімізді аударамыз да, оңды тоқимыз да, терісті тоқымаймыз. Оңды тоқимыз, терісті аттап кетеміз. Осы қатарды солай тоқып шығамыз. Келесі қатарда енді бұларды қысқартамыз. Видеода көрсеткенде былай аударып аламыз да. Жіптер былай сол жаққа қаратып аламыз. Екеуін біріктіріп, маркерді ала тұрамыз. Екеуін біріктіріп, теріс қылып қысқартамыз. Екі жіпті былай аударамыз. Енді теріс қылып қысқартамыз. Солай барлығын қысқартып шығуымыз керек. Осы схемамен қазір алдын, арқасын, жеңдерін бөліп аламыз, және де реглан саламыз. Осы 86 жіпті регланға 2 жіптен кетеді. Әр регланға 2 жіптен қалдырамыз да, ортасына сары маркер, ал жеңіне 13 жіптен қалдырамыз. Арқасына толығымен 27 жіп, алдына 25 жіп. Және де осы белгілеп кеткен 4 деген жіптердің әрқайсына көк маркерімізді ілеміз. Бұл қазір осы желкесін тоқимыз. Бұл қатарда маркерларымызды қойып, барлығын белгілеп аламыз, регланға бөліп аламыз. Тоқымамызды бастаймыз. Бірінші көк маркерімізді ілеміз да, жеңінің сол жағындағы жеңінен бастаймыз. 4 жібімізді узор болған соң, бұл жерде оң жіптен бастау керек. 4 жібімізді узорын бастадық. Енді реглан тоқимыз. Регланға сары маркер іліп қоямыз. Регланды оң қылып тоқимыз. Арқасын оң қылып 27 жіпті тоқып аламыз. Келесі регланға дейін. Арқасын 27 жібін тоқып алдық. Енді жерге реглан саламыз. Регланымызды оң қылып тоқимыз. 2 регланның ортасына осы сары маркерді іліп қоямыз. Бұл арқасының екінші регланы болды. Енді келесі кезекте жең тоқимыз. Бұл жерде жеңді, узорды терістен бастаймыз. Теріс, оң дейміз да, жерге бір маркерді ілеміз. Жеңнің узорынан шатасып кетпейміз. Енді 5 жіп тоқып аламыз да, келесі маркерді іліп қоямыз. 5 жіп тоқып алдық. Енді маркерімізді іліп қоямыз. Ары қарай 4 жіп тоқимыз енді. Узорын қарап алайық. Жеңінің 13 жібін тоқып алдық. Енді реглан тоқимыз. Регланды оң қылып тоқимыз, ортасына сары маркерді іліп қоямыз. Екінші жібін тоқимыз. Енді теріс тоқимыз. Алдыңғы жағына келдік. Алдында 2 жіпті теріс тоқимыз. Бір маркерімізді, көк маркерімізді іліп қоямыз.
Енді 3 жіпті теріс тоқимыз. Тағы да бір маркерді іліп қоямыз. 5 жіпті теріс тоқимыз. Сосын осы узорды саламыз. Міне схемадағы узорды скриндап алсаңыздар болады. Узорды бастаймыз. 2 оң. Міне центрдағы узор бұл. 1 теріс. 2 оң. Міне узорын тоқып алдық. Енді 5 жіпті теріс тоқимыз. Беш теріс тоқып алдық. Мына жерге маркерді іліп қоямыз. Енді 3 жіп тоқимыз. Маркерді ілеміз. Енді 2 жіп тоқимыз. Міне осымен алдым. Мына жерге маркерімізді ілеміз. Және 5 жіптен кейін. Енді реглан тоқимыз. Регланымыздың 2 жібінің ортасына сары маркерді ілеміз. Регланның 2-ші жібін тоқимыз. Міне осымен алды аяқталады. Енді және басында бастаған жеңіміздің жартысына келдік. Міне енді узорымыздан шатаспаймыз. Терістен бастаймыз. Теріс, оң, теріс, оң қыламызда 4 жіп тоқып аламыз. 4 жібіміз тоқып алдық. Енді маркерімізді іліп қоямыз. Енді узордан шатаспай ары қарай 5 жіпті тоқимыз. Бес жіпті тоқып алдық. Міне енді жеңі дайын. Міне 13 жіп осы жеңі болады, екінші жеңі. Маркердің барлығын іліп алдық. Енді мына стрелка көрсетіп тұрған жерден тоқымамызды бастаймыз да, бірінші маркерге дейін жылжимыз. Содан бірінші маркерден екінші маркерге солай ары қарай жалғастыра береміз. Мына видеоны осы жерді скриндап алсаңыздар ыңғайлы болады өздеріңізге. Бірінші қатарды осы стрелка көрсеткен жерден бастаймыз да, бірінші маркерге дейін тоқимыз. Бұл бірінші қатарды. Ал бастаймыз. Мына регланның 4 жібін тоқимыз. Узор бойынша міне оң, теріс, оң деп 4 жіпті тоқимыз. Регланды жай тоқып шығамыз, әлі жіптерді қоспаймыз жан-жағынан. Жай тоқып алдық 2 жіпті. Енді ары қарай арқасындағы 27 жіпті тоқимыз. Арқасындағы 27 жіпті тоқып алдық, барлығын оң қылып тоқимыз. Енді регланның мына 2 жібін оң қылып тоқимыз. Бұларды жай тоқып шығамыз, ешқандай жіп қоспаймыз. Мына жерде міне жеңінің узорын бастаймыз. Бұл жерде узор терістен басталып тұр. Міне теріс, оң, теріс, оң. Міне бірінші маркерге жеттік. Бірінші маркерді алып тастаймыз енді. Осымен бірінші қатарымыз аяқталады. Екінші қатарда номері 2-ші маркерге дейін тоқимыз. Мына тоқымамызды былай теріс айландырып аламыз да, мына оң жақтағы спицияға міне накидті осылай жасаймыз. Енді узор бойынша мына жерде терісті оң қылып тоқимыз, оңды теріс қылып тоқимыз. Міне 4 жіпті тоқып аламыз. Узор бойынша біріншісі қосып алған жібіміз, мына 4-ті және жеңінің жібі.
екі жіпті теріс тоқып шығамыз. Енді арқасындағы 27 жіптің барлығын теріс тоқып шығамыз. Арқасының 27 жібін тоқып алдық. Енді екі жіптегі регланды тоқимыз. Міне маркерімізді түсірмейміз. Енді жеңін тоқып бастаймыз. Міне 4 жіпті узор бойынша тоқимыз. Міне 4 жіпті тоқып алдық. Енді осымен екінші қатар аяқталады. Үшінші қатарды бастаймыз. Оң жағын аударамыз да номері екінші маркерді алып тастаймыз. Енді мына оң жағындағы спицияға былай жіп іліп аламыз. Жеңнің 4 жібін узор бойынша тоқимыз. Міне теріс, оң, теріс деп тоқимыз. Осы қатардан бастап регланға жіп қосатын боламыз. Міне накидті өзімізге қаратып бір қосамыз. Регланның екі жібін оң қылып тоқимыз. Екінші жіпті өзімізден ары қаратып қосамыз. Солай регланның жан жағына екі жіптен қосып отырамыз. Міне арқасының 27 жібін тоқимыз. Сонымен келесі регланға дейін міне осы жерге тоқып аламыз. Міне бұл жерде де регланның жан жағына жіп қосамыз. Міне біріншісін өзімізге қаратамыз. Регланның екі жібін оң қылып тоқимыз. Ал мына накидті өзімізден ары қарап тұратындай саламыз. Міне 4 жіпті узор бойынша жеңінің 4 жібін оң, теріс, оң қылып тоқыдық. Міне 4 жіп тоқып алдық. Алдында қосқан жібіміз мынау. Бұл жіпті қазір біріктіріп екеуін узор бойынша, мынау алдында қосып алған жібіміз болған, узор бойынша оң қылып тоқимыз. Міне оң қылып тоқыдық. Енді үшінші маркерге дейін узор бойынша тоқи береміз. Узорымыз жалғастырамыз міне. Бес жіпті тоқып алдық. Енді мына үшінші маркерді алып тастаймыз да, осымен үшінші қатар аяқталады. Төртінші қатарда тоқманы былай аударамыз. Үшінші маркерді алып, міне оң спицияға жіп іліп аламыз. Енді узорымызды оңнан бастаймыз. Оң, теріс, оң дейміз да. Осы жеңін тоқимыз. Бұл теріс жағы болғандықтан регланға жіп қоспаймыз, тек жәнегі регланға қосып кеткен жіптерді тоқимыз. Міне алдында қосқан жіпті осылай видеодағыдай теріс қылып тоқимыз. Міне теріс қылып тоқып алдық. Енді мына екі регланның жібін теріс қылып тоқимыз. Арқасындағы міне қосқан жерін бұны да теріс қылып тоқимыз. Солай арқасындағы 27 жіпті келесі регланға дейін өзіміз тоқимыз. Арқасын тоқып алдық. Енді мына қосқан жіпті мына видеодағыдай теріс қылып тоқимыз. Енді регланның екі жібін теріс тоқимыз. Маркерімізді іліп қоямыз. Екінші жіп тоқимыз. Енді мына жеңнің узорын бойынша тоқимыз. Теріс. Терістен бастаймыз. Оң, теріс деп осы узорын барлығын тоқимыз. Алдында іліп алған жібімізді узор бойынша біріктіріп оң қылып тоқимыз. Видеодағыдай екеуін біріктіреміз да оң қылып тоқимыз. Оң қылып тоқыдық. Енді
4-ші маркерге дейін узор бойынша жалғастыра береміз тоқыманы. Осымен 4-ші қатар аяқталады. Тоқыманы оң жағына аударып аламыз. Міне 5-ші қатарды бастаймыз. 4-ші маркерді алып тастаймыз. Оң жақтағы спицаға жібіліп аламыз. Міне. Енді узор бойынша жалғастырамыз тоқыманы. Теріс, оң, теріс деп. Жеңін тоқып алдық. Енді регланның жан жағынан жіп қосамыз. Бір жіпті өзімізге қарай накид жасаймыз. 2 оң, регланның 2 жібі, бір жіпті өзімізден ары қарай лақтырып ілеміз. Міне арқасын ары қарай тоқи береміз. Келесі регланға дейін. Міне арқасын тоқып алдық. Енді регланның жан жағына накид жасаймыз. Бір жіпті өзімізге қаратып накид жасаймыз. 2 жіпті оң қылып тоқимыз регланды. Енді бір жіпті ары қаратып накид жасаймыз. Солай, мына енді жеңінің барлығын тоқып шығамыз. Узор бойынша. Узорымыздан шатасып кетпейміз. Жаңағы алдындағы салған рис деген узормен тоқимыз. Міне алдында қосып алған жібімізді қазір мына жіппен біріктіріп оң қылып тоқимыз. Оң қылып екеуін біріктіріп алдық. Енді жеңін қалған жібін тоқимыз узор бойынша. Міне жеңін толығымен тоқып алдық. Енді 2 жіпті оң қылып реглан тоқимыз. Бұл жерден накид жасамаймыз. Бұны жай тоқып шығамыз. 2 жіпті теріс тоқимыз да 5-ші маркерді алып тастаймыз. Осымен 5-ші қатар аяқталады. Тоқыманы аударып аламыз. 6-ші қатарды бастаймыз. Міне бірінші былай жіп іліп аламыз. Міне бұл алдының 2 жібін оң қылып тоқимыз. Мынау регланды теріс тоқимыз. Енді жеңін узор бойынша тоқып шығамыз. Алдында қосып алған накидімізді міне теріс тоқимыз узор бойынша. Ол үшін мына видеодағыдай аударып аламыз да жіпті алдыға қарай тоқимыз. Регланның 2 жібінде теріс тоқимыз. Теріс жағынан жіп қоспаймыз. Және қосқан жіптеріміздің барлығын тоқып кетеміз. Мына арқасының регланның қасына қосқан жіпті теріс тоқимыз. Солай арқасын толығымен теріс қылып тоқып шығамыз мына маркерге дейін. Арқасын тоқып алдық. Енді мына регланның қасында қосқан жіпті, накидті тағы да теріс қылып тоқимыз. Регланның 2 жібінде теріс тоқимыз. Маркерді былай іліп аламыз. Мына жеңіндегі узор бойынша тоқимыз накидті. Қарап аламыз. Бұл жерде теріс қылып тоқимыз. Теріс, оң, теріс узор бойынша.
Мына қосқан жіпті қазір біріктіріп оң қылып тоқимыз. Екі жіпті біріктіреміз да оң қылып тоқимыз. Ары қарай сол узорымызды жалғастырамыз. Міне оң қылып тоқыдық. Енді теріс, оң деп жалғастырамыз. Бұл жерде 6-шы маркерге дейін тоқимыз. Міне регланның екі жібін теріс тоқимыз. Маркер теліп қойымыз. Енді екі жіпті оң қылып тоқимыз. Бұл алдындағы екі жіп. Екі жіп тоқып алдық. Енді 6-шы маркерді алып тастаймыз. Осымен 6-шы қатары аяқталады. 7-ші қатарды бастаймыз. Бұл оң жағы. Міне оң жақтағы специяға жіп іліп аламыз. 2 теріс тоқимыз. Енді регланның жан жағынан накид жасаймыз. Бір жіпті өзімізге қаратамыз. 2 регланды оң қылып тоқимыз. Мына накидті өзімізден ары қаратамыз. Енді жеңін узор бойынша тоқимыз. Бұл жерде 15 жіп. Жеңін тоқып алдық. Енді өзімізге қаратып бір накид жасаймыз. 2 регланды тоқимыз. 2 жіп регланның. Жіпті өзімізден ары қаратып накид жасаймыз. Енді арқасының 31 жібін тоқимыз. Арқасын тоқып алдық. Енді накид жасаймыз регланның жан жағына. Міне бір жіпті өзімізге қаратып накид жасаймыз. 2 жіпті регланның оң қылып тоқимыз. Маркерді іліп аламыз. Оң қылып тоқимыз. Енді өзімізден ары қаратып саламыз накидті. Ары қарай узор бойынша жеңінің 15 жібін тоқимыз. Жеңін тоқып алдық. Енді накид жасаймыз. Өзімізге қаратып бір накид саламыз. Жіпті регланы тоқимыз. Енді өзімізден ары қаратып накид саламыз. Енді алдындағы екі жіпті теріс тоқимыз. Мына қосып алған жібімізді біріктіріп теріс тоқимыз. Видеодағыдай тура осылай екеуін бірге теріс қылып тоқимыз. 3 жіпті де теріс тоқыдық. 7-ші маркерге келдік. Міне алып тастаймыз 7-ші маркерімізді. Осымен 7-ші қатар аяқталады. 8-ші қатарды бастаймыз. Бұл теріс жағы. Міне оң специяға жіпті іліп аламыз. 5 жіпті оң қылып тоқимыз. Накидті де оң қылып тоқимыз. Регланды теріс тоқимыз 2 жіпті. Жеңін узор бойынша тоқып шығамыз.
накидті теріс тоқимыз. Мына екі реглан жібін теріс тоқимыз. Арқасын толығымен теріс тоқып шығамыз. Мына накидтерді де теріс тоқимыз. Арқасын толық тоқып алдық. Енді мына накидті деп теріс тоқимыз. Регланның екі жібін теріс тоқимыз. Мына жеңін узор бойынша тоқып шығамыз. Накидті теріс тоқимыз. Оңғып, ары қарай сол узормен тоқи береміз. Мына жеңнің соңғы накидін теріс тоқимыз. Регланның екі жібін теріс тоқимыз. Жеңін толық тоқып алдық, енді алдын тоқимыз. Бұл жерде міне алдындағы мына накидімізді оң қылып тоқимыз. Міне оң қылып тоқимыз. Үш жіпті. Мына алдында қосқан жібімізді біріктіріп, міне оң қылып тоқимыз. Барлығын тоқып алдық. 8-ші маркерді алып тастаймыз енді. Осымен 8-ші қатарымыз аяқталады. 9-ші қатарды бастаймыз. Міне оң жақтағы спицаға жіпті іліп аламыз. Енді 6 жіпті теріс тоқимыз. 6 жіп теріс тоқыдық. Енді накидті өзімізге қаратып саламыз. 2 жіпті регланды оң қылып тоқимыз. Бір накидті өзімізден ары қаратып саламыз. Енді 17 жіпті узор бойынша жеңнің 17 жібін тоқып шығамыз. Накидті өзімізге қаратып саламыз. Регланның 2 жібін оң қылып тоқимыз. Міне накидті ары қаратып саламыз. Енді арқасының 33 жібін тоқимыз. Арқасын тоқып алдық. Міне бір накидті өзімізге қаратып саламыз. 2 жіпті оң қылып тоқимыз регланның. Бір накидті өзімізден ары қаратып саламыз. Енді жеңінің 17 жібін узор бойынша тоқып шығамыз. Накидті өзімізге қаратып саламыз. 2 жіпті оң қылып тоқимыз регланның. Енді бір накидті өзімізден ары қаратып саламыз. 6 жіпті теріс тоқимыз. Мына алдындағы накидті мына 2 жіппен екеуін біріктіріп теріс қылып тоқимыз. Енді мына жіптерді де теріс тоқимыз. Мына алдындағы жіптерді енді мына центрдегі мына
узордағы 2 оң, 1 теріс, 2 оң қылып тоқимыз. Узорын тоқып алдық. Енді ары қарай теріс тоқимыз мына жіптерді. 4 жіпті тоқып алдық. Енді мына 5-ші жіппен қосып, екеуін накидті біріктіріп, теріс тоқимыз. Накидті барлығын теріс тоқып алдық. 10-шы қатарды бастаймыз. Маркерді іліп қоямыз. Енді бұл қатарда ешқандай өзгеріс болмайды. Тек накидтерді тоқып шығамыз. Узорды сол узор бойынша тоқимыз. 10-шы қатар тоқып алдық. Енді мына жерде маркерді іліп қоямыз. Келесі қатарға осы жерден ауысып отырамыз. Міне толығымен 110 жіп болды. Жеңіне 19 жіптен кетті. Арқасы 35 жіп, алды 29 жіп. Және мына регландардың әрқайсысын санағанда 2 жіптен 8 жіп болды. Сонымен толығымен 110 жіп болды. Келесі бөлімде алдыңғы узорын тоқимыз және жеңдерін тоқимыз.